Қаралы көш 2 бөлім. Қаптықтан қайтқан сайдың тасындай қалың батырлар дүркірей желе жортып келеді. Алда Қожақын мен Елісқан қатарласып, аттарының тізгінін еркін қоя берген. Қожақында жанасалаған Елісқан: "Кіші аға, өткен күні жаман түс көрдім. Тұтас ауылды өрт шалып, әйелім мен балаларым өрттің ішінде шыр-шыр етеді. Қолымды созайын десем жетпейді. Жаманға жорғым келмеді", деді. Қожақын ат үстінде інісіне жамбастай бұрылып: "Онсыз да өрттің ішінде жүрген жоқпыз ба? Бір жағымыз Қытай, бір жағымыз сартпен дүнген. Енді олар аз болғандай моңғолдармен де қашасып отырмыз. Байқайсың ба, биыл моңғол жағына көшіп барғандарды олар кейін қумай отыр. Динжурун үкіметінің кеңес одағымен сауда келісімі бар. Моңғол елі де кеңестіктермен әмпей-жәмпей болса керек." Осы жайындағы әңгімеге келгенде Сармолданың да білмейтіні жоқ. Осының аты рас Сармолда екеніне де күмәнім бар. Бекер адам кеңес одағынан қашып келмейді ғой. Соның айтуынша Қытайдағы қазақтардың бөлініп жарылуына кеңес одағы Моңғолия арқылы ықпал жасайтын көрінеді. Кеңестіктердің де ең жек көретіні қазақтар дейді. Өткен жылы өте үлкен ашаршылық болып, неше 10 мыңдаған қазақтар аштан өліпті. Ондағы қазақтардың күшейіп, белді орынға шықпау үшін Шыңжаң қазақтарын тұқыр жылатып басып отыруға әуес болса керек. Ал енді алдартыңды аңғар да көр. Бәрі өртемей немене? Сол өрттің ішінде қолымызға шоғыстап ойнап жүрміз. Түсті кім көрмейді? Түсіміз түгіл өңімізде су кешіп жалынға оранып жүрміз. Оттың ортасында шыжғырылып жатамыз. Неше күндей алыс жол қалжыратқанда шығар. Алла жеткісе бала шағамызбен көрісетін сәтте алыс емес. Оттай лаулаған ыстық көңілмен қауышамыз", деді қоңырқай көздерінде күлкі ойнап. Өзі өнеге тұтып ақылына ұйып жүретін ағасының айтқаны Елісқанды сергітіп жіберді. Көз алдына жары Зүбайда, балалары Өнерхан мен Әнуархан келді. Әсіресе тілі енді шығып, аяғын апыл-тапыл басып жүрген Әнуарханның қызықты қылықтары тәп-тәтті елестейді. Әке, сен қайда баяшың? Мен алысқа, анау таулардың ар жағына аталарыңның ауылына барамын." "Мен де баямын, мені атқа мінгізші. Кейін жігіт болғанда барасың. Қайтып келген соң атқа мінгізіп ойнатамын." "Тез келешің бе?" "Иә, тез келемін. Мен апамның қойнына жатамын, "Иә, атаңның да қойнына жат, апаңның да қойнына жат, шешеңнің де қойнына жат, ақылды бала" деген. "Сен келгенде кімнің қойнына жаташың?" Әнуарханның қылығы есіне түскен Елісқан ат үстінде миығынан жымиды. Оның әр қылығын қалт жібермей келе жатқан ағасы Қожақын: "Жылағанды сұрама, күлгенді сұра деген, неге күлдің?" деп інісіне қулана бұрылды. Жай әншейін баламның қылығы есіме түсіп, "Сен де осындай бала жан ба едің?" "Неге екенін білмеймін, Әнуарханның қылығы есіме түсе береді. Мені сағынып жүр ғой деймін." Бұлардың сөзін естіп қалған Қапсамет деген жігіт құйрық тістесе жақындап: "Ой аға, Елісқан баласын сағынып жүр дейсіз бе? Балалардың шешесін сағынып келеді емес пе?" деді қутыңдап. Әзілді құлағы шалғандар ду күлді. Елісқан әдетте қалжың сөзге көп араласпаса да, бұл жолы қарымшысын жібергісі келмей: "Адамға жақсы жар, Алла берген ұрпақтан артық не бақыт болсын. Айтпағандарың болмаса үйге жақындап бәріңнің де қабақтарың ашыла бастаған түрі бар", деді кесек денесін артындағыларға бұрып. Әңгімемен жол қысқарғаны ма, әлде ауылға таяған сайын аттары жүрісті ала бастады ма, топты жігіттер көңілдене ән салып, даланың құйқасын түтіп шұбала шауып барады. Жүргіншілер Құлыншәрінің бір ағынына келгенде тізгін ірікті. Аттарының белін босатып, беті қолдарын жуып, намаз оқитындары сәждеге бас қойып жатты. Оңаша төбеде отырған Қожақын мен Қуанышбай сонандайда сайды қолдап келе жатқан қосар атты екеуді көріп солай елеңдеді. "Әкау, бұлары кім?" деп таңырқаса бастағандары сол еді. Олар да жетіп үлгірді. Тасбике арасына сіңіп, өткен жылы Мажан Шаңия мәнсәбін аларда түтін толтыру үшін сол ауылға кірген Тоймыл деген азамат екен. Қасында бір жас жігіт ертіп алыпты. Аман сәлемнен кейін қойнынан бір хат алып шығып: "Бұл Шәріпқан төренің хаты. Әлібі Құрдайға тез жеткіз деген бұйрықпен келе жатыр едік. Жолы балар жігіттің жеңгесі алдынан шығады деп сіздердің жолыққандарыңыз мұндай жақсы болар ма? Мори жаққа ауып барған елге ондағылар ала көзбен қарап отыр. Көп ұзамай бізде Бәйтік жаққа көшетін шығармыз. Аманат иесіне тез жетсе екен,
жолда аялдамайтын шығарсыздар, деді. Сосын Елісқанға қарап, өздеріңді сағынып жүрмін. Ауыл-ауылдың арасы тоймен жалғасып, әсемән мен тәтті күйге құмартқан қайран күндеріміз-ай, шынымен ақ алыста қалғаны ма? Елісқан жан, балалар ержетіп келе жатқан шығар, Алла жақсы күндерді жүздесуге жазсын, деп мұңая қоштасты. Қожақын Елісқан тобы құлын чәріні өрлей арбалының жонына шыққаны сол еді, көз ұшынан мұнартқан қоюшан көрінді. Бұл кезде Әліп ауылының қан жынына бөккен Қытай қосыны умақ-шумағымен Мориға бет алып бара жатқан болатын. Қытай шолғыншылары қазақтарды бұрын көріп қойды. Олар бұтаның арасында қашып жүрген жерінен тірідей қолға түсірген Шәріпқанды да өздерімен алып келе жатыр еді. Чыңпишу оған сес көрсетіп, анау көрінген қараңғұраңды көрдің бе? Олар қазақтар жауымыз. Сені сол қазақтар ішкі жақтағы Қытай жерінен ұрлап алған. Сенің ұлтың қазақ емес, Қытай, білдің бе? Жауыңнан кек алатын сәт туды. Оларды шырғалап шақыр, әсіресе ішінде Елісқан жауыз болса, соны алдымен шақыр. Аға, менмін ғой, тез келіңіз де, қалғанын өзіміз көріп аламыз. Мүбәдә бізді алдасаң, не сатқындық жасасаң, жүрегіңді тірідей суырып аламын, ұқтың ба? Деп әкіреңдеді. Чыңпишу қазақ тілін білетін екі шерікті шақырып алып, сендер үстілеріңе қазақтардың киімін киіп, мынаны ортаға алыңдар. Сосын қазақтарды шырғалап татырға таман сүріңдір, жабайлардың әуселесін көрейік, дегенді айтты. Будақ-будақ шаңнан секем алған Қожақын мен Елісқан жолдан бұрылып қыратқа шығып дүрбі тартты. Қожақын, менің көзім жақсы көрмей тұрма, дүрбім тұманданып, анық көре алмай тұрған сияқтымын. Шаң шыққан жерден 3 адам шығып келе жатыр, қарашы, деп дүрбіні Елісқанға ұсынды. Елісқан бір қауым үнсіз қарап тұрып, иә, 3 адам. 3 адам болғанда ортадағысы бала сияқты ғой. Үшеуі неге үйлығысып келеді? Үй анау, ортадағысы Шәріпқан сияқты. Бұлар қайдан жүр? Осыны айтқан Елісқан дүрбіні Қуанышбайға ұстата салды да атына мінді. Әлгі үшеуіне қарай тұра шапты. Аралық 1 шақырымдай қалғанда Шәріпқан бар даусымен айғай салды. Аға, ары қаш, бұлар жау Қытайлар, сізді алдап шақырмақшы, ауылды түгел қырып кетті. Қаш аға, қаш, бұлар жау. Сөйткенше болған жоқ, қасындағы екеудің мылтығы тарс-тұрс ете түсті. Қайта қайырыла шапқан Елісқанның аты омақаса жығылып, өзі ананда жерге ұшып кетті. Қытай шеріктері айналаны қоршап жақындап қалған екен, оқ жауып кетті. Ат үстінен қытайларға оқ жаудырған Қожақын Елісқанға қарай тұра шауып, қосарындағы атты көлденең тарта берді. Қуанышбайдың да мылтығы сайрай бастады. Тұрғыны иелеген қазақ жігіттерінің бәрі де атып жатыр. Қазақ қолы небәрі 22 жігіт, Қытай шерігі 500-дің үстінде. 5 жігітті атысқа қалдырған Қожақын қалғандарын шегіндіріп, келесі биіктікті иелеп отырды. 5-еуі сайға түсіп, қаша шегінгенде қазақтарды қаштыға балаған Қытай шерігі екінші қамалдың тосқауылына ұшырады. Осылайша біресе оңға, біресе солға шегініп, атыс жасаған қазақ қолы талайлаған шерікті жамсатты. Ақыры күн ұясына кіре атыс тоқтады. Мақсатына жете алмаған Чыңпишу тобы көп жасағынан айырылды. Жер тепкілеген ол Шәріпқанды алдырып, ұшқатқа таңдырды. Екі сөзге келмей бұғананың астына пышақ жүгіртті де, шарқырай жылап, тыпырши айғайлаған баланың жүрегін тірідей суырып алды. Оның алақанына шоршыған бір кесек қан жерге томалап кетті. Сатқынның жүрегі де қолға тұрмайды екен ғой, деді Чыңпишу Шәріпқанның бозғылдана сөніп бара жатқан жанарына зәрлене қарап. Қарадырда көрер таңды көзілмей атырған көп жігіт жерге жарық түсе жаудың зым-зия жоғалғанына қайран қалды. Кеше ғана жарқырап тұрған күннің райы мүлдемге күңірентіп, қырқаларды кезген суық қызғар беймаза түнде бел шешпеген азаматтарды тоңазытып жіберді. Аттарын тебітіп төбе-төбеге қарай шапқыласты, жан баласы көрінбейді. Әккі жаудың айласы болмасын, деді Қожақын. Айналаның бәріне дүрбі тарттым, жан баласы жоқ сияқты, деді Елісқан. 4 тамда қамалып өскен су жүрек Қытайларда қан сасыған далада түнейтін қандай құдірет болсын, баяғыда қашып кеткен болар, деді Қуанышбай. Қуанышбайдың айтқаны шын болды. Өлігін жинастыруға шамасы келмеген Чыңпишу қолы Мориға қарай зытып беріпті. Қожақынның бастауымен атыс болған жерге келген олардың көзіне алдымен көрінгені ұшқатта таңаулы Шәріпқанның өлі денесі болды. Кеуде қуысынан аққан қан киіміне қап-қара болып қатып қалыпты. Елісқан аттан домалап түсті.
Қарағым-ай, қайтейін, қорлықпен өлдің ау. Жаудың оғына байланып тұрып ағаладың ғой, қайтейін қарғам, қайтейін. Шоқтай ерілген жігіттердің жұбатуға шамасы келмей, қабырғасы қайысып үнсіз тұрып қалды. Қожақын алдымен тіл қатты. Қой Елісқан, көз жасыңды құрғат, тұр былай. Ол Шәріпқанның аяғын құшақтаған Елісқанның қолын босатып жіберді де, баланың кергішін, арқанын пышақпен қиып мәйітті жерге түсірді. Қан болып жатқан жүректі кеуде қуысына қайта салды. Өлген шеріктің бірінің жейдесін дар айырды да, жағын қолын таңып өбектеп Елісқанның алдына өңгерді. Көз жасы бұршақтаған Елісқан өзін өзі ширатып ат үстінде тік отырды. Көргіліктің көкесі алды екен. Ауылға жеттік ау деп төбеге шыға келгенде, алдымен ұлыған иттер шалынды көздеріне. Онан соң қамығыңқы, үрейлі жанарларға қанжосы болған ауылдың сұмдық бейнесін көргенде, бір сәт тізгіндерін іркіп аңырып қалды. Не болғандарын білмей аттарынан домалай түсіп, сұлап жатқан өліктерге жүгірді. Өлгендерді құшақтай сілкілеп зарлана өксіген, бақырған азалы үндер қоңыр адырларды күңірентіп жіберді. Бұлардың үстінде Қалимақұл тұрдылар да келген еді. Бірін-бірі құшақтап зар еңіреген еркектердің үні қара жердің өзін қалдыратып, сай сүйекті сырқыратты. Елісқан әкесінің өлі денесін құшақтап бір еңіресе, екі шешесінің, әйелінің, балаларының мүрдесін көріп ет бауыры езіліп, бордай үгітілді. Қанға шыланған балаларын бас салып, қарғаларым-ай, өмірге келмей жатып жан үзетін Тәңірге не жазып едіңдер? Сұм Қытай, жауыз кәпірлер-ай, екі дүниеде де қолдарым жағаларыңда кетсін. Енді қайттым, құлындарым-ай, сендерге қорған бола алмадым-ау. Енді менің алдымнан балам деп шығатын қормал әке қайда? Құлыным-ау деп шақыратын аяулы анам-ау, шынымен-ақ келмеске кеткенің бе? Мырзам деп алдымнан жайраңдап шығатын жан жарым, сен неге үнсіз жатырсың? Әке, қашан келесің деп едің Әнуар ханым? Әкең келді ғой, орныңнан неге тұрмайсың? Неге әке деп шақырмайсың? Мені енді кім әке дейді? Тәңірім-ау, бәрінен бірдей айырылатындай не жазып едім саған деп зар иледі. Өзекті өрттер ащы жылаудың қаншаға созылғанын ешкім аңғара алмады. Жұрт күндей күркіреген күннен бастарын көтеріп, естерін жинағандай болды. Көздерінен от шашы айғайлап тұрған Қожақын екен. Ау халқым, бауырларым, бастарыңды көтеріңдер, қайғыны қайратқа айналдырыңдар. Жылай бергенмен өлгендер қайтып келмейді. Езіліп еңірегенше орындарыңнан тұр, қайратыңыз жи, қанға қан, жанға жан аламыз. Қытайдан кек аламыз. Жазықсыз бір адам үшін 10 Қытайдың қанын ішпесем, шешемнен ұл болып тумай кетейін. Еркекпін дегендерің еріңдер соңымнан. Қабырғасы қанмен қайысқан топ еңсесін көтеріп алды. Мең-зең ұйқыдан оянғандай көздері жалын шашып, кек аламыз, жанымыз бұлардан артық емес деп айғайласты. Қожақынның бастауымен 32 жігіт атқа қонып, отқа оранған бір кесек болат шардай бар екпінімен жау соңына қарай түйдектеле шапты. Қалимақұл, Есілхан, Тұрды, Мерімхан бастаған бір топ азамат қабір қазып өлгендерді жерлеуге кірісті. Олардың үстіне Қайсаның балалары Мұқай, Мінән, Әтейхан және Жақсыбайлар келді. Көз жастарын көл қылған қазалы топ өліктерді аударып төңкеріп түгендей бастады. Әліп пен Асқабыл бірін-бірі құшақтай құлапты. Қаралы қауым екі арыстың құшағын зор қайырды. Қырылған адамдарды жерлеуге молдалардың нәсихаты бойынша шахиттерді құлаған жерлерінде киімшең қою керек деп ұйғарылды. Адамы ең көп қырылған Әліп ауылы отырған сайдың аузындағы қой құраның көлеміндей жерге ұзыннан қабір қазылып, адамдарды қатарынан жатқызды. Әліп пен Асқабылды қатар жерледі. Жұрт қалың өліктің арасынан күні таяп отырған екі қабат ташпаланы тірідей тауып алды. Қарынын айқастыра шапқан қылыш сыртқы көгетін сөгіп кетіпті де қансырап жығылып қалған екен. Оны көргенде Елісқан бас болып өшкені жанып, өлгені тірілгендей жұбанып қалды. Енді бір жерден Бақас дегеннің 4 жасар ұлы Дәлелханды шешесінің өлігінің астынан тауып алды. Жылқышының жалғыз ұлы Құмар да қой жайып жүріп қашып тығылған жерінен аман оралды. Өлгендердің ішінде Әліптің кіші әйелі Шәрбан мен 2 баласы жоқ. Ал Бақастың тағы бір ұлы Мәткір және Жансары дейтін қыз үшеуінің сүйегі табылмады. Жұрт оларды да тірі кетті деп білді. Барлық өлгендерді санағанда 117 адамның шахит болған анық болды. Өліктер жерленіп болғанда батпақтыда бейсауат із байқалыпты. Жетектеген қалың түйесі бар дейді.
Жүрісіне қарағанда қазақтардың қанды қырғыннан олжа тапқан құржалық қытайлар сияқты деген хабар келді. Мұхаммед бай қалимағұлдар атқа мініп, Ташпаланың айтқаны рас болса, олардың шеріктерге қосылып елді қырған құржалық қытайлар екенінде шүбә жоқ. Аттаныңдар, солар болса жауыздардың қанын судай шашайық десті. Жау тіленген жігіттер дүркірей шауып, жаңағылар айтқан ізге түсті. Көп ұзамай олар 8 түйе жүгімен қашып бара жатқан қытайлардың қарасын көріп қалды. Бұларды бұрын байқаса керек, олар да бытырай қашты. 2 түйені жетектеген біреу Қарадырдың тасасына сіңіп құтылып кетпек болып еді, Қалимағұл бастаған жігіттер қуып жетті. Бұл Тамыр Қытай аталған Жусынаның дәл өзі екен. Құтылмасын білген ол атынан домалай түсіп, Тамырды мен өлтірген жоқпын, менің кінәм жоқ, мен емеспін деп тоңқаңдады. Қалимақұл мылтығының шақпағын шарт-шұрт қайырып ақыра тіл қатты. Қырғынды жүргізген кім? Айт жанының барында. Шыңпишу, шығыс бағыттағы әскери басқолбасшы Шыңшысайдың орынбасары әрі полк командирі Шың мырза. Иттің атын бөрбасар қояды деп Қанішер жендеттің атын неменеге әспеттеп тұрсың, иттің баласы? Тамырдың қатыны мен 2 баласын. Тамыр деуін сұмпайының. Сен әліптің тамыры емес тажалы болған жоқсың ба? Шеріктер қайда бара жатыр? Қай жерлерге тоқтайды? Дихуаға бара жатыр. Әйелі мен 2 баланы кім апара жатыр? Ли Тонглин. Баркөлдегі құржалық қытайлардан сенен басқа кім-кімдер әскерге қосылып халықты қырғындады? Көмірліктегі қытайлар да бар. Бұны несіне көкітіп отырсыз, доңыздай қорсылдатып? Деп кіжіне арт жақтан келген тұрды. Қалимақұлдың қол ишарасына қарамай Жусынаны жалғыз толықпен жайратып салды. 32 жігітті бастап жаудың соңынан кеткен қожақындар қалың мал айдап аз күнде қайта оралды. Шері тарқамаған ол. 2 күн соғысып арт жағындағы мал айдағандарын ғана жайраттық. Қалғандары үрімжіге ілініп кетті. Шәрбан мен 2 баланы айыруға дәрменіміз жетпеді деп бармағын тістеді. Осы кезде көмірліктегі қытайлардан біздің мал мен дүние мүлікті танығандар бар екен. Жауды бастап келіп елді қырғындауға белсене кіріскен солардың тобы екен деген хабар жетті. Онсыз да қаны қарайған жігіттер тобы тегіс атқа мінді. Топ алдына Елісқанның өзі шықты. Біз бұларды аяғанмен бұлар бізді аямады. Тұмсығына қан қатырып ескерту бермесек, ертең елдің желкесіне шығып алады. Қанға қан, кәпірлердің өз деген өзіне істейік деп айғай салды. Мұхаммед, Мұхаммед, Жәнібек, Жәнібек деген үндер күндей күркіреді. Қалың болат тұяқ жер құйқасын түтіп, тонаушы қытайлардың тобына қарай түйіле шапқан қазақ қолы кең қойнауды дүбірлетіп барады. Өз қылмыстары өздеріне аян болған әлсіз жаудың болмашы қарсылығын елін ғұрлы көрмей, барымташы қытайларды қызыл қанға бояды. Көмірліктің кен өңіріне жасырынған бір тобын түтін салып, өңірдің аузын бітеп ыстап өлтірді. Жауын жайратып тоналған малдың бір бөлімін қайтарып келе жатқан көңілді топтың ішінен біреуі Елісқанға кегін қайтқан шығар деп еді. Ол қабағын ашпаған күйі. Жоқ, өзегім әлі қанға толып тұр. Әттең осы қырғынға жендеттерін аттандырған Жиншурын мен әскер бастап келіп тасадан оқ атқан Шыңшысай залымның қанын ұрттасам шөлім қанар ма еді, деді тістеніп. Мұқым бір елге айбат, көрік болған Ақ Орданың орнында шошайып ұшақ адам қалды. Қожақын, Ташпала, Елісқан. Жылай-жылай көз жасы да сарқылады екен, бірақ кеуденің жалыны көкірекке кіріп алған қып-қызыл шоқ сөнер емес. Сөнгенді бұлай қойып, өзекті өртеп, жүректі шыжғырып, аузыңнан әппақ жалын бұрқырайды. Қожақын мен Елісқан бірін-бірі жұбатып, қырғын жайын сөз қылып отырғанда, Әліп Үкірдайға тез жеткіз деген Тоймылдың хаты есіне түскен. Қожақын қалтасын ақтарды. Тоза бастаған қағаздың бүктеуін ашып оқып еді. Әліп Үкірдай, ауа райы бұзылды, қатты дауыл нөсер болады, сақ бол деген жалғыз ауыз сөз жазылған Шәріпқан төренің хат екен. Қап, дер уағында үлгірмей қалған екен ғой, әттеген-ай, деп өкінді Қожақын. Онсыз да жүрегін қайғымын кемірген Елісқанның сөйлеуге дәрмені жетпеді. Қырғынға ұшыраған ауылдың қанды жұртын өз көзімен көрсе де, ештеңеге де сенгісі келмейді. Әке, қашан келешің? Елісқан баласына қолын созған күйде түсінен шошып оянды. Қан жатқан мүрделерді көреді. Әкесінің өлі денесі тік тұрып, айналасын сипалап басын іздеп жүр. Басым қайда? Басымды тауып беріңдер. Әке, басыңыз міне, оны қалай жалғаймын? Жоқ, маған өз басымның керегі жоқ.
Маған керегі мен өлтірген кәпірлердің басы. Әке, қан, тағы да қып-қызыл қан. Шәрбан есін жиғанда өзін түйенің үстінен көрді. Қытай шеріктерінің қолына тұтқын болып түскенін білді. Айналасын сипалап еді, екі баласы да осында екен. Көз алдынан кешегі қырғын, ұларшу болып қанға бөккен адамдар бейнесі кетер емес. Қытай шеріктері елді найзалап қылыштай бастағанда, Шәрбан екі баласын екі қолтығына көтеріп, кірерге тесік таппай шырылдады. Әпкетай-ай, мына екі құлынымды қайттым, айналайын күшіктерім-ай, енді қайтейін, тым құрыса осылар аман қалса етті. Енді қайттым әпке, енді қайттым. Шәрбан балапанын жылан жұтқалы тұрған әлсіз қарлығаштай шыжақ қақты. Қапелімде не істерін білмей дағдарған ділдә жанның көзіне жаңадан басылып босағаға жиналған киіз тендер түсті. Жалма-жан киіздің арасын ашты да, екі бала мен Шәрбанды соған жатқызып орай қойды. Үстіне тоқым толақ жүн жұрқа бірдемелерді тастай салды. Шәрбан қорқынышты түс көріп жатқан сияқты. Кеше ғана тұрманы түгел, қаймағы бұзылмаған қасиетті ауылы аспан құлап жер жарылғандай сүркей сұмдықтың құшағына кірген. Са деп қанға құныққан жендеттердің үніне ақтық демі үзілер сәттегі арпалыс түндер, шала бауыздалып жаны шықпай ыңырсығандар, ащы шыңғырғандар қосылып құлақты тұндырады. Шәрбанның басы зеңіп, көзі қарауытып кетті. Олары киіздің арасында қанша жатқандарын білмейді. Ес кетіп, жан шыққанда айнала тынышталғандай болып еді. Енді бірде үйге кірген әлдегімдердің керек жарақты ақтарып, бұлаңшылық жасап жатқандарын білді. Соның бірі кесе киізді аяғымен тепкілеп, қазақтардың алтын күмісі мынаған ораулы жатпасын, ішін ашшы деді. Солақ екен, қарулы қол киізді жұлып алды. Ішіндегі қатын мен баланы көргенде өздері шалқасынан түсе жаздады. Сасқалақтап мылтықтарын оқтаса қалды. Қатын, бала, мұнда тірі адам бар екен деп айғай салды. Жақын маңда жүрген Ли Тонглин бірінші болып есіктен кірді. Қасқырдан қашқан еліктің лағындай дір-дір етіп, ақ кигізге оранып отырған әдемі келіншекті, бауырындағы ақ сазандай екі ұлын көрді. Ли Тонглиннің сұлу әйелдесі емешегі үзіліп тұратын әдеті болушы еді. Аққұба өңді, қастары қиылған, қаршыға төс, тамаша мүсін қор қызындай елестеді. Ол әйел затының қайсыбірінің күлгенде, кейбірінің жылағанда сұлу, сүйкімді көрінетінін білетін еді. Бірақ дәл мынандай өмір мен өлім арпалысында жасаураған жанары ботанікіндей мөлдіреп, сұлулығын одан әрі асыра түскен періштені бірінші көруі. Шарасы жасқа толып, үрейге қамалса да иіріміне тартып тұрған тұңғиық жанардың көліне сүңгіп кеткендей сезінді өзін. Орсақ тістерінің арасынан шұбала тамуға айналған сілекейін сылп еткізіп тез жинап алды да: өлтірмеңдер, түйеге артып алып жүріңдер, егерде айырылып қалсаңдар көргілікті көрсетемін, деп айбаттанды. Сосын сөзін қайта жалғап: бірде-біреуің албаты соқтығушы болмаңдар. Қазірше менің олжам болғанымен барғаннан кейін бастықтарға сыйлыққа тартылады, дегенді қосып қойды. Шеріктер үшеуін дедектетіп далаға алып шықты. Киіздің арасында жатып, көзі қараңғылыққа үйреніп қалған Шәрбан бір сәт күннің ащы сәулесінен имене ештеңені көрмей қалды. Көзін жұдырығының сыртымен уқалап жіберіп еді, шаңырағы ортасына түсіп өртеніп жатқан үйлерді, қанға батып үйме-жүйме құлап жатқан адамдарды көрді. Қатты бір шыңғырып барып есінен танып кетті. Содан бері бірде есі бар, бірде есі жоқ күйде түйенің ырғағында келе жатқанын ғана аңғарды. Бір тәуірі екі ұлық жанында екен. Біреуі 4 жастағы Сетерхан, біреуі 1,5 жастағы Әлемхан. Неше күн жүргені белгісіз, олар ақыры Диуха қаласына келді. Шәрбан өзін-өзі өлтіру байламына келсе де, көздері жәудіреген екі баласын қимады. Әсіресе кішкентайы омырау сүтімен ғана қоректенетін еді. Оларды оңаша үйге түсірген Ли Тонглин бір күні күле кіріп: сен жақсы әйелсің, мен жақсы әйелдерді жақсы көремін, деп емексіткен көңілін білдіргісі келді. Оның ойынша дәрменсіз әйел айтқанына көніп айдағаны жүру керек еді. Бірақ Ли Тонглинді қызықтырған мөлдір жанарлардан белгісіз оттар шашырады. Мар жандай тістері көрініп, оның ар жағынан жіңішке, тым қатқыл үндер шықты. Сен жауымсың, жауымның алдында басымды имеймін, өлтірсең басым міне, жақындама маған. Қой шырағым, торға түскен қоянның көжегіндей түріңмен бұлқынғаның қайткенің, саған тамақ керек, киім керек, менде бәрі бар. Керек десең әліп көрсетпеген байлықты көрсетемін мен саған. Мен байлық үшін емес, арым үшін өмір сүремін, аулақ жүр, қан құйды жендет кәпір.
Сен өзіңді емес, балаларыңды ойла. Осыны айтқан Ли Туңлин Әлемханның томпиған беттерін ақырын ғана шымшып жатыр еді. Шәрбан оның қолын қағып жіберді. Тегізбе арам қолыңды. Мына қаншықтың шебелене үргенін қарай көр. Ой бейшара, сені атқызбай аман қалдырсам, жақсылықты білсең нетті. Андағы күшіктеріңнің күні не болады, соны ойласаңшы. Біздің жанымыз қырылған елден артық емес, аулақ жүрменен. Кімнің жеңерін көрерміз. Тайынша туылап, ыңыршақ шақпас болар. Қатынның ашуы қазан қайнатқаннан асып қайда барушы еді. Мен сияқты ұлық тірі қалдырып, оң көзін салғанына қуансаң нетті. Қарақшы қазақтарға қарата қолға ұстайтын көзір үшін керек дегенім болмаса, қаздырақ жаныңда суырып алар едім. Кәрілене айғайлаған Ли Туңлин аудармашысын ертіп, есікті қатты жауып шығып кетті. Жүрегі езіліп, жаны күйзеліп тұрса да, жауына көз жасын көрсеткісі келмеген Шәрбан ол шыға бере егілдай келіп. Құдай-ау, Құдай, не жаздық саған, басқаны бұлай қойғанда шеттей балаларымның не жазығы бар еді, неден сорландым, Құдай. Зарын, мұңын, қайғы қуанышын, жан наласын көз жасымен тарқататын әйел затының қасиетіне жеңілгенімен, жылау арқылы ештеңеден жеңілдей алмады Шәрбан. Оның көз жасына кешегі гүл-гүл жайнаған өмірі, ауылдағы бақытты шақтары, қырғындалғандарға деген аза, жауыздарға деген лағынет, құлындарына деген көкірегін жарып шыққан күйінушілік бәрі-бәрі бар еді. Шешесінің бетіне жаутаңдай қараған балалары да бірге жылады. Жылаңдар, жылаңдар, өмір қанша жылатады екен, өлім ғана бізді жылаудан құтқара алады. Көз жасын тыйып, тас мүсінше мелшиген Шәрбан балаларын отпаған қалпында осылай ойлады. Сол күннен бастап өзіне әкелген тамақтарын татып та қоймады. Оның тандырға айналған омырауын сора-сора түк шығара алмай сілесі қатқанша жылаған Әлемханды да өзімен бірге ала кеткісі келген шығар. Солу дидары солып, шаштары бобырап, ұсқынсыз күйге түсті. Оны қорқытқан, алдаған сөздердің бірде-бірі әсер ете алмады. Көзін бір ноқаттан алмай меңірейді де отырды. Есік күзеткендер жынданып кетті деп күбірлесті. Ол жынданбапты. Ешкім жоқта Сетерханды бауырына басып, сен қазақсың, сенің атың Сетерхан, әкеңнің аты Әліп, Елісқан деген ағаң бар, өзің жақсы көретін Күләнді әпкеңді ұмытпаған шығарсың. Күләнді әпке дегендерді қанша қайталағанын өзі де білмейді. Өң мен түстің арасында жатып, сан рет қайталайды. Құлыным, айтшы, Күләнді әпке деші, Елісқан аға деші. Күләнді әпкем қайда? Елісқан аға. Қырғыннан 18 күн өткенде дөң басында отырған Елісқанға әлдегім шауып келді. Сүйінші аға, сүйінші. О, ғажап, құлағы не естіп тұр? Сүйінші сұрайтын күндер өлген жоқ беді. Бұл ненің сүйіншісі? Мүмкін әйелі. Жоқ, балалары. Жоқ, оларды өз қолымен жерлеген. Мүмкін үшінші шешесі Шәрбан мен балалары табылған шығар. Я Құдайым, солай болса екен, Сетерхан ағалап келе жатпасын, құлыным, қарғам. Елісқан келушінің бетіне аңырая қарады. Әкесінің ағасы Қайсаның Әтейханы қой көздері күлімдеп өзіне тесіліп тұр. Сүйінші аға, сүйінші. Ала ғой сүйіншіңді, бір тай атадым, айта ғой, тез айтсаңшы. Жеңгем босанды, Ташбала жеңгем аман босанып бір ұл туды. О, Тәңірім, шүкір, тәубе. Біз өлмеген екенбіз ғой, біз өлмейді екенбіз ғой. Елісқанның көздеріне жас толды. Бұл жас қуаныштың, толқудың жас еді, бірақ төгілмеді. Айдынын да көлкіп тұр, толқып тұр. Менің тағы бір бауырым бар, Елісқан ағам берген тайды сол бауырыма беремін, деп ауылға қарай тұра шауып бара жатқан Әтейханның ту сыртынан қуана қарап, орнынан тұрды. Еңсесін басқан ауыр жүктің жартысы сарылып түскендей жеңілдеп қалды. Сүркейлі сезінген дүние қаз бауыр бұлттардың астындағы қара жон қырқаларға шуақтана қарады. Қарынын жаутылып кеткен Ташбала жеңгесі аман-есен босанып, басы бақырдай ұл тапты. Үлкендер баланың атын Додахан деп қойды. Бұл додадан аман қалған бала дегендер еді. Әтейхан мінәндар оны еркелетіп Томық деп атап кетті. Додахан өмірге келгеннен кейін Елісқанның айналаға деген көзқарасы мүлдем өзгерді. Еңсесін көтеріп, мұңлы жүдеу күйінен арылғысы келіп, ел ісіне қайтараласа бастады. Әке мұратын жалғап, ел мен жеріне ие болуды ойлады. Әкесі бастаған көп шахиттің жетісін, қырқын берді. Тұтас дүниесін өрт шалып, ішек бауыры езіліп жатса да, кеудесін тік ұстап, қайғысын білдірмеуге тырысты.
Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейтін ақсақалдардың ақылы бойынша інісі Шәріпханға атастырған зәйіпті жесір ретінде өзіне қаратты. Жаңа шаңырақтың түтіні түтей бастағанда бүкіл ауыл болып қуанды. Алыс шуықтан ат терлетіп келген ағайын, біреуі атын, біреуі атанын жетектеп келіп, ортайған отарды малға қайта толтыра бастады. Әрі Елісханға басу айтып, әкең әліп ереді. Дүниеден сол ерлігімен иілмеген қалпында кетті. 22-ден 23-ке шығасың, бала емес азаматсың, бордай үгітіліп, тозаңдай тозар болсаң, ессің. Әкеңнің артын қолғала бастапсың. Жарайды, еркек деген осылай болу керек. Әліп өлген жоқ, сен тірісің. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, өлгендер қайтып келмейді. Тірі адамға тірлік керек. Су сүзілмейді, ұрпақ үзілмейді. Жассың, ертеңің алда, деген адал көңілдерін білдірді. Елісхан аттанғалы тұрған ақсақалдар тобына: рахмет, рас, әкем өлген жоқ, әкемнің көзін көрген сіздер тірісіздер, ақ ниеттеріңізге Алла жар болсын. Жас дейсіздер, рас, сіздерге қарағанда бал екенімде өтірік емес. Ал мына қанқойлы күндерде тіпті де тез есейіп қартайып кеткендей көріндім. Абылай 18-інде Шарыштың басын алған екен, батыр бабам Ер Жәнібек 16-да жауға шауыпты. Соларды ойласам жас емес сияқтымын, арманым көп, дәрменім аз. Мұсылман халықтарының қанын судай шашқан Женшурын мен Шыңғыстайды ойласам ұйқым келмейді. Менің әке-шешем мен балаларым көп құрбандардың бірі ғана. Бұл жауыздар да мұнымен тынбайды, әлі талай адамның қанын ішеді. Бұл жендеттер тір тұрғанда қазаққа күн жоқ, әттең қолыма бір түсірмеді. Өткені өтті, кеткен қайтып келмейді десек те, өткеннің сабағын ұмытпайық, сақ болайық. Қойға дәнеккен қасқырлар қораға қайта шаппайды деуге болмайды. Біздің түбімізге жететін берекесіздік, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, ешкім де ала алмайды. Саптаяққа ас құйып сабынан қарауыл қойғанымыз жөн. Кәпірлермен дос болсаң, беліңде балтаң болсын деген сөз тегін айтылмаған. Кәпірлерге сенім жоқ деген ойларын айтты. Іштей күбірлескен ұлы кәрілер: я Алла, бізді де бекер жаратпаған екенсің. Ел мен жерім деп еміренетін Елісхандай ерді бергеніңе мың тәубе. Қазақтың қара шұнақ ұлдарының жолын аша көр, Алла, деп беттерін сипап аттарына қонды. Бұл 1932 жылдың қараша айы болатын.